Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alamin. Salatan ve selaman alel Habibil Amin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Kullu madaq maqtovlar meyrimdi, rahimdi жаратушы иеміз Алла Тағалаға болсын. Адамзаттың асылы, тура жолға нұсқаушы, пайғамбарлардың падишасы Мұхаммедке, оның отбасына, сахабаларына, о кісіге игілікте ілескен барша момын мұсылмандарға, сіздерге, біздерге Алла Тағаланың есендігі, амандығы, берекеті болсын. Қасиетті хаджул мәсәкин, саййидул айям болған, күндердің ең мырзасы, міскіндердің қажылығы болған жұма баршамызға құтты берекелі болсын. Яумул жумаа деп ат айтып тұрғандай, жумаа деген, жамаа деген арабтың сөзі, яғни жиналатын күн деген мағынаны береді. Алла Тағала аптасына бір мәрте біздің басымызды қосып, имани сұхбат қылып, өзіне қарай жақындату мақсатында осындай мұсылман әлеміне, Мұхаммедтің үмметіне сыйға тартқан ең ұлы мереке бұл жұма мерекесі. Баршамызға құтты берекелі болсын. Мынау Құдай қаласа әні-міне дегенше, көзді ашып жұмғанша, жылдағы мұсылмандардың басы қосылатын ең ұлы исламдағы 5 парыздың біреуі болған қасиетті қажылық айы кіріп келді. Баршамызға құтты болсын. Алла Тағала қажылыққа шығып бара жатқан әпке қарындас ағаларымыздың баршасын қажылық сапарларын оң қылсын, қабыл болған қажылықпен елге орауларын нәсіп етсін. Құдай қаласа міне 2 күннен кейін әуелі Алла Зүл-Хиджа деген қажылық айы кіреді. Қазір біз Зүл-Қағда деген айда отырмыз. Мұсылман күнтізбесі бойынша 11-ші айда отырмыз. Қазір бітейін деп жатыр 11-ші ай. 2 күннен кейін 12-ші ай кіреді, ол Зүл-Хиджа деп аталады. Қажылық айы. Құдай қаласа қажылық айы басталып жатыр. Бұл Алла Тағаланың сондай парыз қылған нәрсесі ешкімді ешкімнен ажырата алмайтындай дәрежедегі құлшылық. Ешкімнен артық бола алмайсың ана жерде. Болайын десең де, өзіңнің кім екенін көрсеткің келсе де көрсете алмайсың ана жерде. Үстіңде 2 матадан басқа ештеңе жоқ өйткені. Ол жерде өзіңнің тек қана тақуалығыңды ғана, Құдайға деген махаббатыңды ғана көрсетесің, басқа көрсететін ештеңең жоқ. Сондай құлшылық, ерекше құлшылық. Әл-хаджу машаққатун деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл қажылық, машақат, тұнып тұрған ауыртпашылық, бірақ кім дұрыс орындаса, анасынан туылғандай пәк болып оралады, және тек қана қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деп айтқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан өмірінде 5 хадистерде келгендей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның 5 жылда дейді, 1 рет болса да, 5 жылда 1 рет болса да, Раббысымен сол қалада кездесуді қаламаған мұсылманда хайыр береке жоқ дейді. Егер оның шамасы жетіп тұрса дейді. Ризық несібесі мол, шамасы жетіп тұр, бірақ махаббат жоқ та вообще анаққа қарай. Ол мұсылманда не жоқ дейді? Хайыр жоқ дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көп нәрседен махрум қалған адам дейді. Шамасы жеткен адамдар сол қажылыққа қарай бару керек екен. Енді мінекей Алла Тағала бұл қажылық айын Құран кәрімде Ашхурул Хурум деп айтқан. Харам айлар, қасиетті айлар, құрметті айлар деп атаған екен. Харам айлар 4 ай, мұсылман күнтізбесі бойынша 4 ай құрметті, қасиетті харам ай деп аталады. Қай айлар? Ең біріншісі бұл Мұхаррам айы. Мұхаррам деген біздің мына недегі Григориан күнтізбесінен өмір сүреміз ғой біз мына қазір. Январь, февраль деп айтамыз ғой. Бұл Григориан күнтізбесі деп аталады. Сол Григориан күнтізбесіндегі январь айы сияқты ғой, 1-ші ай, қаңтар сияқты. Мұхаррам деген ай мұсылман күнтізбесіндегі ең алғашқы ай, сол ай Мұхаррам. Сол харам айларына жатады. Екіншісі Ережеп деген ай. Ережеп Рамазанның алдындағы, Шағбанның алдындағы ай. Дұрыс па? Ережеп, Шағбан, Рамазан. Екінші ай Ережеп ай. Үшінші ай Зүл-Қағда айы. Міне біз отырған ай бұл Зүл-Қағда айы. Келесі 4-ші ай бұл Зүл-Хиджа, ертең 2 күннен кейін басталатын ай. Осы 4 ай шариғатта қастерленген, құрметтелінген харам айлар деп аталады. Алла Тағала Құран кәрімнің Тәубе сүресінің 36-ші аятында айтады:
Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Инна иддаташ-шухури индаллахи 12 шахра дейді. Ақиқатында Алла тағаланың алдындағы дейді. Мынау көктер менен жерді жаратып жатқан кездегі белгіленген негізгі ай нешеу дейді? 12 дейді. Көрдіңіздер ма? 12 айды кім белгілеген екен? Құдай тағаланың өзі белгілеген екен. 13-ші ай деген жоқ, уже шатасы білесің. Алла тағала көк пен жерді жаратып жатқан кезде Алла белгілеген айлардың саны 12 дейді. 12-нің ішіндегі арбағатун минха хурум дейді. Солардың төртеуінің не дейді? Минха арбағатун хурум, олардың төртеуі сол харам қасиетті айлар дейді. Қараңыздар, бір қасиетті айдан екінші қасиетті айға өткелі жатырмыз, Алла қаласа. Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады, сол қасиетті айларда кім сол харам айында күнә жасайтын болса дейді, мүлдем Құдайдан бейхабар ойына келген күнәні жасайтын болса, ол күнәнің есесі артып кетеді дейді, мына 4 айда. Абайлау керек екен. Бұл 4 айда жасалынған күнә артып кетеді дейді, несі? Күнәсі артып кетеді дейді. Керісінше кім осы 4 айда жақсылыққа қарай ниет қылса дейді, Алла ол 4 айдың құрметіне сауабын еселеп жібереді дейді. Демек жақсылыққа қарай ұмтылу керек екен. Бірақ енді жақсылықтардың ішіндегі ең қайырлысы бұл қажылық екен. Исламда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, «Буниял исламу аля хамсин» деді. Шахадатин ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах деді. Ислам 5 тіректен тұрады деді. Әрбір ғимарат 5 нәрсе, негізі әрбір ғимарат тірексіз тұра алмайды. Әрбір ғимараттың тірегі бар. Сол сияқты ислам дінінің тірегі бұл 5 деді пайғамбар саллаллаху алейхи. Ең біріншісі ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах. Мынау кілт. Мынау жоқ болса, онда қиын жағдай. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах жоқ болса, жағдай қиын болады. Имансыздық деп аталады ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан ең бірінші шарты бұл мынау ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах. Міндетті түрде Мухаммадун расул. Неге? Өйткені өзгелер оны мойындамайды ғой. Сол үшін мұсылман емес та. Жақсы, Құдайыңды мойындайын дейді жалғыз екендігін. Бірақ Мұхаммедіңді мойындай алмайын дейді. Мен Исаны, Мұсаны бәрін мойындаймын, Мұхаммедті. Сол Мұхаммедті мойындамағаның үшін сен не болмайсың? Мұсылман бола алмайсың. Қолыңда кілтің жоқ сенің. Одан кейін иқаматис сала деді. Намазды тұрғызу деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва итаиз зака, зекет беру деді. Зекет, білесіздер енді, зекетте ол кеше біз сира сабағында айттық, зекетті туралы ішіне кіріп бүге шегесіне дейін айттық, оның бермеген кездегі азабы қандай болатынын айттық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол бір қауымның жанынан өттім, алдыңғы және артқы мүшелері бітеліп қалған дейді. Жаңағы қойлар менен түйелер сияқты бақырып, боздап, маңырап атыр дейді. Шықпайды да іштен ештеңе. Бұлар кімдер? Ей Жебірейіл деп едім. Бұлар зекетін бермеген сенің үмметіңдегілер деп айтты дейді. Зекет 40 қойдан бір қой, 30 сиырдан бір жасар бір тана, 5 түйеден бір қой, 85 грамм алтын мөлшерінден немесе сол мөлшердегі ақша 1,5 миллион ба, содан 40-тан бірін беру, бұл зекет болып есептелінеді. Зекетін бермейтін адамдар қиямет күні үлкен ауыр алапатқа шол. Неге? Өйткені ол парызды орындамаған болып есептеледі. Үшінші зекет деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва сауму рамадан деді. Сауму рамадан деген Рамазанның оразасы парыз. Бесіншісі айтты, вал хаджу ман истатаа илейхи сабила деді. Кімнің шамасы жетсе, соған қажылық парыз деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне ислам осы 5 тіректен тұрады. Мынау кілт дейді, ғалымдарымыз айтады. Мыналар кілттің несі дейді? Тістері дейді. Қолыңда кілтің болғанмен тістері болмаса, кілттен не пайда дейді. Тістерің бар, кілтің жоқ, одан не пайда дейді. Көрдіңіз ба? Екеуі бір-бірімен үйлескен кезде қолыңда кілтің де бар, кілттің тісі де бар, есік оңай ашылады дейді. Ненің есігі? Алланың рахымының есігі мен жәннатының есігі оңай ашылады дейді. Міне сол қажылық айы әні міне дегенше кеп қалды. Құдай тағала енді мынау биыл баруға нәсіп болмай қалған кісілер болса, келесі жылы нәсіп етсін, әйтеуір өзінің қаласында құрметті қонақ болып қайтуды нәсіп етсін баршамызға. Абдулла ибн Масуд деген сахаба бар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең ұлы сахабалары.
имам Ғазалидің Мукашафатул Қулуб, имам Абулай Самарқандидің Танбихул Ғафилин, тағы басқа өзге кітаптарында келеді. Абдулла ибн Масудтан келген хабарда дейді, Алла тағала айларда, күндерден төртеуін дейді, айлардан төртеуін, әйелдерден төртеуін, және жәннатқа алғашы кіретін 4 кісіні, және жәннат сағынып күтетін 4 кісі туралы айтты дейді. Төрттіктер. Енді 4 періштелер деп айтады, олда да бар, хабарлар бар. Күндерден төртеуін дейді. Алла тағала күндерден төртеуін, 4 күнді таңдаған дейді. Соның ең алғашқысы мінекей сіздер менен біздер отырған қасиетті жұма күні дейді. Бұл күннің таңдалуының себебі неге екен дейді? Өйткені дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, бұл күні бір сәт бар, мұсылман адам дүниелік, ақыреттік дейді. Қарасаңызшы. Ақыреттік деп жатқан жоқ, тек қана жәннатта дүниені сұра деп жатқан. Дүниелік мұқтажыңды сұрасаң дейді, ақыреттік мұқтажыңды сұрасаң бірден берілетін уақыт бар дейді. Ол жұма күніндегі уақыт дейді. Бірақ ешкім білмейді қай уақыт екен. Ешкім білмейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өзі білмейді қай уақыт екен. Білсе айтып кетер еді да. Айтып кетсе ше, именно сол уақытты көздеп тұрасың, так сағат 2 болып қалды, 2-де тоғра, 2-де қабыл болатын уақыт. Іздеп жүресің. Жоқ. Жұма күнін босқа өткізіп қоймасын деп әдейі ішіне жасырып қойған дейді. Азаннан қара кешке дейін зікірін, салауатын, дұғасын тастамасын деп дейді. Ана қадір түнде де сондай ғой. 23-і, 25-і, 27-і, 29-і дейді. Тауып алал қайсы екен. Вообще соңғы 10 түнде ұйықтама деген сөз да ол. Әйтеуір бір түнде кездесесің. Сол жұма күні бір дұға қабыл болатын уақыт бар деді. Сол уақыттың берекетімен жұма не болды дейді? Алла таңдаған қасиетті күнге айналып кеткен дейді. Қараңыздар. Жұма күні біреулер жұмаға да келмейтіндер бар ғой. Жұмаға да келмейтіндер бар. Саудасы бар, анаяқта жаңа несі өтіп жатыр товарлары, анаяқта асханада ой заказ түсіп жатыр әдемілеп. Жоқ, оның бәрі өзіңе қарама-қарсы куәлікке өтеді. Оның барлығы өзіңе қарама-қарсы куәлікке өтеді. Табылған табыс бар ғой сол уақытта, жұма күні азан айтылып жатқанда табыл. Бұлар саған керісінше куәлікке өтеді. Мынау жұмаға бармаған деп айтады ертең. Жұма күні азан шақылған кезде дейді, Алла тағала тастаңдар дейді. Бүкіл бәрін тастаңдар дейді. Фасау иля зикрилла. Алланы еске алуға қарай асығыңдар, ұмтылыңдар, жүгіріңдер дейді Алла тағала. Таста пайдасы жоқ бәрібір. Именно сол уақыттағы берекет жоқ бәрібір. Көрдіңіз бе? Сол мінекей жұма күні, жұмамен қаннен қаперсіз өмір сүріп жатқан ағайындарға айтып қойыңыздар. Жұма күні айналайын, ей, бір сағат барып қайт бар Құдайға. Ана ризығыңды беріп жатқан сол Құдай ғой саған. Қаласа қысып тастайды ризығыңды ал. Сосын барып келесің. Обязательно қысқан кезде келу керек емес шығар Құдай. Қыспай тұрып келу керек шығар. Алла кең кезіңде еске алсай мені дейді. Мен сен таршылыққа түскен кезде өзім ақ шығарып алам дейді. Біз наоборот істейміз да былайына. Қадалған кезде Құдайды еске аласың, сосын шығу қиыш болады да оның. Көрдіңіз ба? Именно ұрынған кезде мешіт керек болады, Құдай керек болады да, оған дейін керек емес ана. Шаруаң бәрі жүріп тұрған кезде. Шығаратын нәрсе, зекетіңді де бермейсің, я садақаңды да бермейсің. Қажылықпен вообще шаруаң жоқ. Уақыт жоқ деп қояды. Уақыт жоғыңды көрсетеді Құдай тағала. Бір күні бір жеріңді ауыртып тастаған кезде қалай больницада 20-30 күн жатқанын білмей қаласың. Құдаймен ойнауға болмайды, құлшылықпен ойнауға болмайды. Ойыныңды осып алады. Құдай осатын болса, адам жөндей алмайды деп баяғыда Абдуғаппар айтады дейді марқұм. Құдай ұратын болса, адам оны жөндей алмайды дейді. Соқсап, ұрмай тұрып келу керек. Келмеген кісілерге айтып қоясыздар деп жатқан ғой. Сіздерге айтып жатқан жоқпын, сіздер келіп отырсыздар ғой. Екінші күн бұл яуму арафа дейді. Екінші күн қараңыздар, қажылықтың рәсіміндегі ең үлкен парыз не ол? Арафат тауында тұру. Қажылықтың ең үлкен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, қажылық ол арафат деген. Арафат тауында азаннан қара кешке дейін Раббым берші мынау. Со Раббым берші маған деп не істейтін күн? Арафат күні, бұл яуму арафа дейді. Арафа күні Алладан тілейтін күн екен. Сол азаннан керек қарасаңызшы, мына сыйлығын қараңызшы, арафа күні. Құдай нәсіп етсін қажылықты. Ойбай, берік күшті нәрсе ғой ол. Алла. Екінші құрметті күн бұл арафа күні дейді.
Арафа күні болған кезде Раббымыз Алла Тағала дейді мақтанады дейді. Кімге мақтанып отыр Құдай? Періштелерге ғой. Өйткені әңгіме айтқан періштелер ғой. Дұрыс па? Әңгіме айтқан кім? Періштелер ғой. Алла деді, мына адамды неге жаратып жатсың деді. Жердің бетінде бұзықтық жасайтын, қан төгетін, пасықтық амалдар жасайтын неге жаратып жатсың бұл адамды деді ғой. Инни а'ламу ма ла та'ламун деді. Мен сендер білмейтін нәрсені білем деді Алла Тағала айтты. Көрдіңіз ба? Енді ертең Арафат күнде сіздер мына жақта ораза ұстап жатсаңыздар, біздер ан жақтағы жаңағы қажылар Арафатта ойбайлап жылап жатса, еңкілдеп, Құдай Тағала айтады екен ғой, көрдің ба, ей періштелерім деп айтады екен, мақтанғанда. Көрдіңдер ма? Нені? Пенделерімді қараңдар деп айтады дейді. Ана Арафаттағы пенделерімді қараңдар деп айтады дейді. Періштелер қарайды дейді пенделерге. Барлығы еңкілдеп жылап отыр. Айттыңдар ғой сендер бұзықтық жасайды деп. Міне қараңдар дейді пенделерге. Қалай құлдық ұрып жатыр Аллаға. Және не дейді? Ей, бұлардың түрлеріне қарасаңдар шаң-шаң ғой бейшаралар деп айтады дейді. Ана Арафат айналаң бәрі топырақ, тас, ештеңе жоқ қой, білесіздер ғой, ана жерде адам қара тер, шаң, жолдан шаршап келген, ихрамдары кір-кір. Қарасай деп жатыр Алла Тағала. Қара міне, олар мал дүниелерін жұмсап дейді. Мал дүниелерін жұмсап, маңдай термен тапқан. Алдарына малдарын айдап әкеліп дейді. Ілгерде малдарды айдап апаратын болған. Елінен айдап апаратын. Біздің Құнанбай бабамызда ана 120 адаммен делегациямен барған кез елден бүкіл малды айдап апарған қажылыққа. Барса қажылықтан кешігіп қалған бірақ. Өтіп кеткен уақыт. 1 жыл қалып күткен дейді. Біздің қажылар 3 күннен кейін біздің қайтатын билетіміз қашан еді бала деп сұрайды. Көрдіңіз ба? Махаббаттары қалай да ол кісілердің. Біздің махаббат басқа жақта ұрып тұр ғой ол. Түсініп тұрмын ғой неге сұрап жатқанын. Ана жақта шаруалар жүріп жатыр ғой елде. Міне Алла Тағала мақтанып жатыр. Бүкіл жаңағы малдарын айдап, үсті бастары шаң-шаң. Ана Мәдинадан кіретіндер, білесіздер, 450 километр. 460 тіпті тас жаяу жолмен 460 шақырым бойы ихраммен, 2 мата үстіңде. Басыңа киюге болмайды тақия. Күн өтіп кетеді, кепкі болмайды. Жаяу бара жатсың ғой, қарасаңызшы, Арафат тауына қарай 460 шақырым. Кім жүреді? 400 метр мешітке келмейсің ғой жамағат намазынан. Соған келеді анау. Соны айтып жатыр Алла Тағала, мақтанып жатыр. Қара, ане келе жатыр деп жатыр періштелерге. Қараңдар. Міне енді куә болыңдар. Барлығы жылап отыр ғой мыналардың бәрі. Бәрін кешіріп жібердім Арафаттағы деп айтады дейді. Ана қараңыздар. Арафаттағы бүкіл пендесін Алла Тағала не істейді дейді. Сол үшін бұл күн қасиетті күн болған дейді Арафат күні. Үшінші күн бұл Яумун Нахр дейді. Яумун Нахр деген мынау құрбандық шалатын күн. Құрбандық шала. Құрбандық шал десең, жаңа нелер бар? Оған шама жетпейді дейді. Бір ресторанға бір обедке 40 000 теңгені тастап кетіп жатыр бірақ. Бір қойға шама жетпейді бірақ. Құдайдан қашасың бар ғой, құлшылықтан. Құдай сенен теріс айналып кетеді бар ғой. Құдай теріс айналды, жағдайың қиын болады. Жоқ болса да орына берсей, биыл мен шалам Құдай қаласа. Әйтеуір бір сосын жаңа анау базарға барып саудаласқан кезде арзанын берсей деп бір-біріне сирағы соғысып жатқан малдарды сояды. Құдайға ең әдемі нәрсені берсей Құдайға. Құдағайыңа да дәу, жамбасы дәу, құйрығын құда дегізген, құйрық бауыр жегізген деп қойып, семіз нелерді бересіздер ғой. Құдайға Құдай лайықтырақ болады. Ең әдемі. Бірақ Құдайға сендердің сойған малдарыңның еті де, қаны да жетпейді дейді Алла Тағала айтады. Просто сынап жатыр да, не істейді екен деп ше. Аллаға тақуалықтарың ғана жетеді дейді Алла Тағала айтады. Жүрегіңдегі таңдалып жатқан кезде мен Құдай үшін істейін деп жатырмын ғой, жақсы малдан сояйын енді. Сол таңдау бар ғой жүректегі, сол жетеді Құдайға. Өзіңді өзің мынадай тарылтпа, Құдайдың жолына келген кезде тарылтпа. Анау жаңағы нені малды соятын кезде сирағы соғысқан малдарды алма. Құлағы жоқ, сол үшін арзан сатып атын дейді. Давай онда осыны берсейді. Құлағы жоқ малың қабыл болмайды ғой сенің құрбандыққа. Сау болу керек, мал сойлатын жерге дейін өзі келе алатын мал болу керек қой. Оны көтеріп әкеліп сүйретіп болмайды ондай. Кім шамасы жетіп тұрып,
құрбандық шалмаса, намаз оқитын жерімізге келмей ақ қойсын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Келмей ақ қойсын дейді, оның намазынан не қайбыл деп жатыр. Құдайдың ең оңай тапсырмасын орындай алмай жатқан адам келмей ақ қойсын дейді. Сондықтан міне бүгіннен бастап Құдай қаласа қазір базарға барып, бүгін мал базарда жаман сауда болайын тұр, Құдай қаласа. Сол жаққа барып, малдардан жайлап алып, бар тиынға ыңғайлана беріңіздер. Дүниеден өткен ата бар, әже бар, әке бар, шеше бар. Олар да мұқтаж болып жатыр сауапқа. Оларға да жіберіп қойыңыздар бірдеңе кішкентай барып тұрсын. Ай, рахмет, мынау бала-шаға қандай жақсы тәрбиелеп кеткенмін деп риза болып жатсын қабірлерінде. Ертең сіз де кетіп қаласыз. Артыңыздан құрбанның не екенін білмейтін, Құран оқудың не екенін білмейтін бала қалса, қызықтың көкесі сол кезде басталады. Осы бастан соның барлығына ыңғайлану керек. Міне сол құрбандық күні яумун нахр, бұл Құдайдың ең жақсы көретін күндерінің бірі екен, қараңыздар. Бұны білесіздер ме, білмейсіздер ме білмеймін, бірақ бұл Алла тағала ең қатты сүйетін күндердің бірі құрбан шалынатын күн екен да. Адамдар өздерінің махаббатын, ықыласын Құдайға дәлелдейтін күн. Міне Раббым, мен сенің жолыңда түйе шалып жатырмын, мә саған керек болса. Түйе. 7 адам бірігіп шалса болады түйені, дұрыс па? Бірақ ішіндегі 6-ауының ниеті Құдайдың разылығы да, біреу ет істеп алайық осымен деп, ақыр ақша беріп жатырық қой деп, ет істеп алатын болса, ана 6-ауының құрбандығын бітсін шығарып жібереді. 7 адамның ниеті бір жалғыз болу керек болды, Алла ризалығы үшін деп. Сәл еттен дәмеленіп тұратын болса, бітті онда. Ана 6-ауының құлшылығын бітсін шығарып жібереді. Көрдіңіз ба? Сондықтан шамасы жететіндер, мен бір өзім шалайыншы, жүні көп қой бұның деп. Малдың семіз болған сайын, көлем үлкен болған сайын бар ғой, жүніне сай, қылына сай сауабы сондай болады. Әр қылға сауап деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Түйеден асқан жануар бар ма үлкен? Бар ғой, піл бар шығар, бірақ піл жарамайды құрбандыққа. Түйе ғой ең үлкен сауап беретін. Сиыр бар деген сияқты. Сондықтан құрбандық шалынатын күн бұл Аллаға ең жақсы көретін күндердің қатарында екен. Себебі дейді ғой, қарасаңызшы. Себебі Алла тағалаға құрбандық күндерінде ешкім құрбандық шалу арқылы одан артық нәрсемен жақындай алмайды дейді. Құрбандық күндерінде құрбан шалудан басқа амалмен Құдайға жақындай алмайсың дейді. Ораза ұстаймын деп аппетит ашылатындар бар. Мен құрбан айтта ораза ұстайын деп едім. Болмайды, ол харам болады ораза ұстау. Ораза ұстамай одан құрбан шалу керек. Көрдіңіз ба? Құдайға ең қатты жақындататын құрбандық күндеріндегі құлшылық бұл не екен? Құрбан шалу екен. 3 күн ба, 3 күнге бір қойдан шалу. Кетіп жатыр ғой тақта сол ақша. Құдайға шал, иншалла Алла тағала есесін қайтарып береді бәрібір. Құдай мұқтаж емес қой, просто сынап жатыр, кім қайсы шығарады екен деп. Құдай, сіз мал шалмасаңыз күн шықпай қалады деп жатыр. Жоқ, күн шығып таң атып кеш бата береді. Бірақ кімнің жүрегінде не бар, соны білгісі келеді Алла. Неге толып тұр жүрегің, соны білгісі келеді Алла. Құдай, міне мен өзімді дәлелдеп жатырмын, Раббым, міне шалып жатырмын десеңіз, ырза болады ғой. Алла да риза болады ғой. Бастық та риза болатын болса, көтереді ғой жұмыста сізді, дұрыс па? Көтерілетін баласың сен деп. Көтереді ғой ананы. Дұрыс па? Неге көтеріп жатыр оны? Айтқан істегеннен кейін ғой. Құдай да айтқан істеген адам жақсы көреді. Міне сол жаңағы құрбандық малының алғашқы қаны тойға бауыздаған кезде құрбан алғашқы қанмен дейді пенденің күнәсі кешіріліп кетеді дейді. Субханалла. Қарасаңызшы. Қан атылады ғой, бисмилля, Аллаху акбар деп атылады ғой, қан жаңа неді сойған кезде кетті ғой, сол жерде кешіріліп кетеді дейді анау. Міне келіп жатыр ғой, риуаяттар келіп тұр. Ликулли замбин, бүкіл күнә деп тұр ғой, бүкіл күнә бір қанмен атылып кетеді дейді ғой. Осы құрбандықты енді не істеуіміз керек екен? Құдай қаласа жақсылап тойлауымыз керек. Өзі мұсылманның ең күшті 2 мерекесі бар. Біреу айт мерекесі болса, ораза айт, екіншісі осы құрбан айт мерекесі. Тойлаған адам бар ғой, тойлаған адам тура ораза ұстаған адам сияқты ғой жаңа. Оразаны ұста деген кезде аузын бекітесің ғой Құдайдың, дұрыс па? Ораза ұстаған адам не алады? Сауап алады. Құдайдың айтқанын тыңдаған үшін. Мына жерде Құдай тағала тойла дейді ғой.
тойлағандығың үшін сауап аласың ше. Тойла, адамдарға кіріп шығып, қалайсыңдар? Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Құрбан айт құтты болсын, тойлап атсыңдар ма? Болды. Кетті сауап. Қырғын сауап, 3 күннің ішінде пәленбай миллион сауап істеп алып қойды. Шын айтып жатырмын мен. Бұл әзіл қылып айтып жатырмын ғой енді. Бірақ ана астары сондай деп жатырмын да. Көк прикол айта береді деп жатқан шығарсыздар. Жоқ, сондай негізі. Мына қараңыздар, құрбандық жаңа айтып жатырмын ғой. Жақсы бір оқиға бар да, енді оны айтып қоймасақ болмайды. Бұл құрбандық негізінде Құдай тағала жаңа не деді, риуаяттерде келгендей, Сират көпірінен алып өтетін бірден бір амал құрбан шалу, білесіздер ма? Ертең анау Сират деген көпір бар. Тозақтың үстіне қойылатын көпір. Біреулерге көрінеді, ол біреулерге көпше көрінбейді дейді. Қылдан да несі аз болып қалады дейді. Күнәсіне сайда енді сол кезде шалған құрбандығың бар ғой, зыр етіп алып өтеді иншалла. Көрдіңіз ба? Және не алып өтеді дейсіздер? Қыркөпірден иншалла алып өтеді. Құрбан шалған малдарыңыз. Және пайғамбарға айтқан салауаттарыңыз алып өтеді иншалла. Және кімде-кім Сафа менен Маруаның ортасында қадам басқан болса, сол аяқтар алып өтеді дейді иншалла. Сафа менен Маруаны білесіздер ғой? Қажылық рәсімінде екі таудың ортасынан жүрген аяқ иншалла не дейді дейді? Бұл сахабалардың риуаятында келеді. Сират көпірінен аман есен өтіп кетеді дейді. Құдай тағала аман есен өткізсін бәрін. Сол жаңа құрбандық дегеннен шығады ғой әңгіме. Бір ауыл ғой, бір ауылда жаңағы бір көшеде бір жетім бір жесір болады ғой өзі. Әр көшені бүйтіп қарап отырсаңыздар бар ғой, бір жетім бір жесір болады. Неге әр көшеде сондайды беріп қойған десек, ана көршілеріне сынақ ретінде беріледі екен ол адамдар. Құдай тағала ертең соның көршілерін кәдімгідей тұрғызып қойып сұрайды. Так, осындай адам болды ғой, жетім. Көмектесіңдер ме? Көмектесіңдер ме? Деген кезде не болады? Көмектеспедік десең, сол кезде қызық басталады дейді. Сол бір жесір әйел болған екен, 5-6 бала шағасы бар екен, көп балалы ана екен, күйеуі қайтыс болған. Сонымен көршілері машалла жәрдем беріп тұрады екен. Бар екен сондай көршілер. Жәрдем беріп тұрады екен. Әр аптада, әр айда бір қой, бір не, жаңа продукты деген сияқты. Сонымен Құдайдың құдіреті құрбан айт жақындап келе жатады. Көрші үйдегі бір жігіт әйелімен ақылдасып, не қылып, бір осы биыл құрбандық шалайықшы, бір жақсы, сол жинап жүрген кішкентай ақшамыз бар деп, ойба әйел де қуанып кетеді, машалла деп. Баласын ертіп алады да, сонымен неге барады ғой, мал базарға барады. Мал базарға барады да, ең жақсы қой, Құдайға арналған қой ғой дейді да, ең жақсысынан алайыншы, осы сараңдық қылмайыншы осы жерде деп, жаңа қойды алады анау. Қойды алады, жаңа жарықтық сатқан адамдар да қатырмаған екен, мүйізіне байлап берген ғой нені, жіпті. Ол анау жүрген кезде мүйізіндегі жіп шығып кеткен ғой оны. Тура үйге жақындағанда шығып кетсе бола ма? Есік ашық тұрген жаңа жесір апамның үйі. Сол үйге қарай қой жүгіріп барып, ашық тұрған есікке кіріп кеткен ғой бар. Үйден сөйтсек әпкеміз шығып жатыр дейді. Аллаху акбар дейді, кеше ғана дұға қылып едік деп ше. Құрбан айт жақындап келе жатыр, балаларға бір ет болса, не болса деп дұға қылып жатыр. Алла разы болсын, көп-көп рахмет деп айтып жатыр дейді жаңа. Мына қолында жіп тұр мына. Не дейді енді? Жо, апа үйге алып едім оны деп қалай айтасың ғой? Андай қылып айтып тұрғандай. Болды, апа Алла қабыл етсін деп шығып кеткен ғой. Ал үйге бар енді, ана үйде отыр ғой біреу. Қалай айтасың? Бүкіл жинаған ақшаң кетіп қалды. Сол үйге барып айтады дейді. Сонда, в общем, кетті бір қой. Осы сен өмір бақи жолың болмайды. Деген сияқты не бір әңгімелер болған ғой, енді бәрін айтып не қылайын. Жобасын біліп отырсыздар ғой. Сонымен Құдайдың құдіреті құрбан айтына келеді ғой. Құрбан айт күні қандай намаз оқиды? Қандай? Құрбан айт күні қандай намаз оқиды? Айт намазын оқиды ғой, не қорқып отырсыздар айт өңістің? Айт намазын оқиды ғой, дұрыс қой. Айт намазын оқиды. Құрбан айт күні айт намазын оқиды. Ораза айт күні айт намазын оқиды. Такбирлер, Аллаху акбар, Аллаху акбар деген такбирлермен. Сол қараңыздар, айт намазына барады, таң намазына барады бұл. Айт намазы емес, таң намазына барады, жамағатпен оқиды, настроение жоқ.
бәрі құрбан шалайын деп жүр, бұда қой жоқ. Сол таң намазын оқып шығып келе жатыр, дым настроение жоқ. Қой деп айқайлап тұр дейді мешіттің алдында бір жігіт. Енді біле салайық дейді ғой, қызыққа не болды. Бауырым, қой қанша дейді ғой. Қалтасында ақша жоқ. Қой қанша дейді. Қанша дегенде таңдап алсай бірінші деп айтады дейді. Таңдап ал. Сурет соң қалады айтпсы деп айтады дейді. Сонымен таңдаған ғой қоймағаннан кейін. Дәу біреуін таңдаса, бауырым мен Құдайға нәзір қылып қойып едім деп айтады дейді. Нәзір Құдаймен договор ғой жасалынады. Бүйтсең мен сөйтем деген Құдайға. Құдайым, егер де менің осы шаруамды бітіріп берсең, сенің жолыңда 3 күн ораза ұстап берем. Құдай, егер де бүйтіп түсінікті ғой, сондай ғой, сол нәзір деп аталады. Сонда қараңыздар, ана жігіт нәзір қылған екен. Раббым, егер де қойымның санын осындайға жеткізсең, құрбан айт күні ең бірінші сұрақ келген адамға сенің жолыңда тегін берем деп айтқан екен құрбандықтың малын. Кешегі сатып алғаннан да семіз қойды алып тұр ғой мына жігіт. Көрдіңіз ба, қалай Құдайдың махаббат қой, бұл жерде махаббат. Тасташы, бір жасай қойық деп бұйырмады бізге, тасташы. Десең, тастайды Құдайша сені, болмайды. Құрбандық шалылмай қаласыз. Сонда ана Құдайдың құдіретімен жаңағы семіз малды құрбандыққа шалды дейді ғой бауырымыз. Бұл болған оқиғаны айтып жатыр мен сіздерге. Болмаған оқиға айтайын ба? Оған сенбейсіздер ғой, болмаған оқиға. Жақсы. Сол мінекей Алла тағала ең жақсы көретін күндердің ішіндегі үшіншісі бұл Яумун Нахр, яғни құрбандық шалынатын күн екен. Құдай тағала баршамызға биыл құрбандық шалуды нәсіп етсін. Иншалла құрбандық шалыңыздар, ағайын, туыс, жекжат шақырыңыздар. Елді мынау жалғаңыздар, араласпай жүрген адамдардың арасында, құрбан айт қой, сендер қойсаңдаршы болды ғой деп. Ертең жалғанбай кетіп қалсаңдар, кеттіңдер ғой, сол кеткенмен кетесіңдер ғой. Не деп айтасың Құдайдың алдына барып? Тәкаппарлығым жібермеп еді деп айтасың ба? Не деп айтасың? Ешқандай нәрсе жүрмейді ол жерде. Сылтау айта алмайсың Құдайдың алдында. Сылтау жүрмейді Алланың алдында. Сол мінекей бұл үшінші күн болатын болса, сол құрбан айттан кейінгі Алла жақсы көретін төртінші күн бұл Яуму әл-фитр дейді. Фитр деген пітір садақасы тоқталынатын күн ғой. Бұл ораза айт күн екен. Ораза айт күні Алла тағала жақсы көретін күндерден дейді. Себебі ораза ұстаған пенделерге Алла тағала не дейді? Періштелерге айтады екен ғой, ораза ұстағандардың бәрін кешірдім деп айтады екен. Көрдіңіз ба? Сол сыйлық, кешірілген сыйлық қай күні беріледі? Адамдар айт намазына бара жатқан кезде беріледі екен. Ораза ұстап бітесің ғой 30 күн бойы. 30 күн ораза ұстап біткеннен кейін таңертең айт намазына бара жатқан кезде періштелер бүкіл көшелерді айқайлап жүреді дейді. Ораза ұстағандар, қуана беріңдер, Құдай сендерді кешіріп қойды дейді, оразаның құрметіне дейді. Қалай қуанбайсың енді бұл күні? Айладыңдар да кешіріледі ғой. Жоқ, айт намазына келсе де болады ғой айладыңдар. Келмесе де кешіріледі ғой. Келмесе де кім ораза ұстады? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой. Оразаның ең соңғы түнінде Алла кешіреді пенделерін деді. Сонда сахаба Алланың елшісі, ол қадір түні ма деді. Қадір түні емес деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қадір түні ол өзінің алдына бөлек, оған тиіспеңдер деді. Қарасаңызшы. Одан бөлек деп жатыр мынау. Әрбір істеуші кісі дейді, яғни қызмет жасаған адам айдың соңында айлығын алады ма дейді. Я дейді ғой. Дәл солай, ораза ұстаушының айлығы оның кешірілуі деп айтқан. Көрдіңіз ба? Мінекей осы қасиетті 4 күн, мынау біз әлі 4 күнде өтіргенбіз ғой. Әлі 4 ай бар мына жақта. Оған кешке дейін отырайын тұрық қой. 4 ай бар, 4 әйел бар. 4 әйел деген жаңа 4 әйел алу емес. Әлемдерге абзал етілген 4 әйел жайында айтылып жатқан ғой. Бір жерге келіп, 4 ай бар, енді 4 әйел туралы кейін айтамыз десек, осы айта берекші 4 әйел туралы дейді жаңа. О, айта бергенмен біреулер жақтырмайды ғой оны. Уақытта болып қалды деген сияқты қызметтегі кісілер бар, ешкімнің хақысына кірмей қойық. Осы айтылған нәрсенің иншалла бір түйіп алып не қылып, Алла тағала әйтеуір өзі разы болатын амалдар жасауды нәсіп етсін баршамыз. Қасиетті жұма құтты болсын. Алла тағала баршамыздың басып келген қадамдарымызға берекеттер берсін. Алла тағала мынау жұмадан жұмаға аман есен жетуді нәсіп етсін.
айттан айтқа, қажылықтан қажылыққа, рамазаннан рамазанға Алла өзің сүйген амалдармен, иманмен, исламмен жете беруді баршамызға нәсіп ете көр. Раббым Алла, өткен жұма мен осы жұманың ортасында бақилық болған барша момын мұсылмандарды өзіңнің рахымыңа бөлей көр. Раббым Алла, мынау ағайындарымыз шығыста қиналып жатыр. Алла, оларға өзің берекелі нөсерлі жаңбырыңды жібере көр. Раббым Алла, барша қиыншылықта жүрген мұсылмандарға өзің жәрдем бер. Жеңіл қыл, қарызға батқандардың қарыздарынан құтылуын Алла өзің жеңілдетіп тездете көр. Раббым, перзентсіз жүргендерге перзент нәсіп ет. Үйленгісі келіп жүргендерге салихалы игі жарлар нәсіп ет. Салихалы игі жар нәсіп ет. Я Раббым Алла, өзіңе лайықты құл, өзіңнің пайғамбарыңа лайықты үммет болып өмір сүруді нәсіп ет. Өзің жақсы көретін амалдарды жасауға сәттілікпен бізге жәрдем бер. Өзіңнің парыз еткен құлшылықтарыңды махаббатпен орындауға, я Раббым Алла, баршамызға нәсіп ете көр. Қасиетті жұманың берекетін бізге де бере көр. Саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахметке я архамар рахим. Рахмет баршаңызға, Алла разы болсын.